әдебиеттік оқу. Бүгінгі тақырыбымыз Бердібек Соқпақбаевтың шығармасы «Қамқорлық» деп аталады. Оқушылар кітабымыздың 20 және 21 бетін ашып дайындала қойыңдар. Алдымен автор жайлы кішігірім ақпарат бере кетейін. Оқушылар Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы Алматы облысы Райымбек ауданында дүниеге келген. Ол балалар жазушысы. Оның балаларға арналған «Менің атым Қожа» атты шығармасы бар. Оқушылар 21 бетке мұқият қарап, мұқият тыңдай қойыңдар. Қамқорлық. Қолында аша ағашы бар сұр кепкалы бала жақындай түссе де балапан торғай бейқам отыра берді. Тек аяғының астындағы шарбақ ағашы сақ ете түскенде ол селт етіп шошып қалды. Жантас екінші рет атып үлгергенше балапан торғай жанталасып ұша жөнелді. Балапан торғай алыс шырқап ұша алмайтын еді. Көшенің ар жақ бетіне бір шоқ талға талықсып әрең жетіп қонды. Жүрек кеудесіне сыймай дүрс-дүрс соқты. Жантас ентелеп тағы жетті. Зақпысын жүгіріп келе жатқан бойда оқтап алды да қалт тұра қалып және атты. Тасбұл жолы зу етіп балапанның төбесін жалап өтті. Ол көзін шыпылық еткізіп бұға қалды. Бала балапан торғайдың құр соңынан қалмады. Ауылды шыр айналдырып қуа берді. Өкпесі өшкен балапан енді көтеріліп ұшуға халде қалмады. Үрейі ұшқан балапан жүні үрпиіп дуалға жабыса түсті. Әлсіз аяқтары сырғанақтап сүріне құлап, аяшы, атбашы деп жалынғандай шыр-шыр етеді. Безбүйрек Жантас оған құлақ аспады. Қол созым жерде тұрып атқылай бастады. Кенет Жантастың арт жағынан «Әй, о немене?» деген дауыс саңқ ете қалды. Жалт қараса, бұл Қожа екен. Жантас балапанды тездетіп тағы бір атып жіберді. Егер осы атқанда тимесе, онда бас салып Қожадан бұрын ұстап алмақшы. Бірақ бұл жолы атқан тазы балапанға дөп тиіп домалатып түсірді. Торғайды Қожа ұстап алып, мәпелеп үйге келді. Газет бетіне нанның үгіндісін сеуіп, «Же» деді торғайға. Бірақ балапан жемек түгілі басын оңды-солды бұрып татып алмады. Қожаның босатып қоя беруі мұң екен. Балапан жорғалап барып кереуеттің астына еніп кетті. Оқушылар осы мәтінді мәнерлеп, түсініп,